Армысыздар, құрметті менің тыңдармандарым. Видео астындағы подписаться сөзіне басып, каналға тіркеліп қойсаңыздар, сіздердің қазақ тілінің дамуына, қазақ тілдік каналдың дамуына қосқан үлкен үлестеріңіз болар еді. Менімен бірге болғандарыңыз үшін сіздерге алғысым шексіз. Бүгінгі тыңдайтындарыңыз жердегі тіршіліктің басталуы қиссасы. Дауыс құс бейнесіндегі Мұхамбеттің нұры, құстың екі бетінен сырғып түскен екі тамшыдан ай мен күн жаралды. Маңдайынан бір тамшы су ағып еді, ол миллиардтаған зәреге бөлініп кетті де, қисапсыз жұлдызды шырақ етіп жақты. Осылайша қараңғы түнектің шымылдығы серпіле түсті. Дауыстың алқымынан 4 тамшы тағы түсті. Біреуі жер болып дөңгеледі, екіншісі от болып лаулады, үшіншісі су болып буырқанды, төртіншісі жел болып дауылдатты. Езуінен 2 тамшы сырғанап түсті де, күндіз бен түнді кезекке келтірді. Оң қанатынан 5 тамшы тарамдалып түсіп келе жатты. Олардан әуелі Сидратул Мұнтаханы, сосын Туба ағашын, үшінші Хауыз Кәусарын жаратты да пейішті зейнеттеді. 4-ші тамшыдан Байтул Мұқадасты, 5-шіден Адам атаның асасын жонды. Ол асатаяқ Адамнан Шиш пайғамбарға, кейін келе Мұса пайғамбарға нәсіп болыпты. Одан соң барша машайықтарға мирасқа қалды. Сол қанатынан 5 тамшы және тамды. Олардан әуелі ұйтқыған боран соқты, екінші тамшыдан жауын шашын сіркіреді, үшіншісі найзағай болып жарқылдады, 4-ші тамшыдан Сүлеймен пайғамбардың жүзігі соғылды, соңғы тамшыдан Ысырапылдың қиямет қайымда үрлейтін айбынды сүрі сомдалды. Тауыс құйрығын желпуш сияқты жайып жібергенде, одан сан мыңдаған қауырсындар шашырай өсіп шықты. Әрбір қауырсыннан мөлдіреген тамшылар шық болып домалап түсе бастады. Тәңір тағала бір тамшыдан түпсіз мұхит пен телегей теңізді жаратып, дөңгелеген жердің үстіне қотарды. Сол мезетте жердің бетін топан су басты. 2-ші тамшыдан топырақты жаратып, судың үстіне тастады. Одан қарайған құрлықтар пайда болды. Су мен топырақтың салмағынан қара жер шайқалып кетті. Ол өз кіндігінде дұрыс айнала алмай, тепе теңдігі бұзылды. Шебер Алла 3-ші тамшыдан асқар тауларды жаратты да, жерге қазық етіп жан жағынан қақты. Қара жердің дірілі кенет кілт тоқтады. Содан бері жер шары өз кіндігінде әліге дейін мінсіз айналып тұр екен. Бір кезде жерге тіл бітіп, Тәңірісіне тәсбих тахлил айтып, оның 99 есімін зікірге қосты. Жаббар хақ риза болып, қара жер, ықыласыңа разымын, сен ақыреттің көлеңкесі боласың. Адамзаттың 5 күн жалғандағы сынақ алаңы сенде өтеді. Адам ұрпағы пәни жалғанда еккен егінін ақыретте менен алатын болады, деді. Жер, уа мейірімді ем, мен де сенің мәңгілік назарыңда болғым келеді. Сынақ алаңынан басқа маған қандай да бір нығметің нәсіп бола ма, деді. Қара жер, қайғырма, мен әділ Құдаймын. Бір үйімді сенің бетіңе соғамын. Құдіретімнің белгісі ретінде қара тасты жерге түсіремін. Тәубе қылып, менен рахмет тілеген құлдарым менің үйіме зиярат жасайтын болады, деді. Жердің осы тахлил тәсбих айтқан аузы қазіргі Мекенің орны екен.
Адам ата күнәлі іс жасап, жазықты болып жерге кетерде, жаратушысы оған әмір еткен екен. Әй адам, жерге барған соң менің үйімді соғасың. Мен әлімсақта қара жерге құрмет көрсетемін деп уәде еттім. Барлық қылған тәубеңді қағбаға барғанда қабыл көремін. Қағбаның белгісі қасиетті қара тас болар. Содан бастап қағба Құдайдан рахмет тілеп қажылыққа баратын барлық тақуа тауазының киелі мекеніне айналыпты. Тәңірісі тауды жаратып жерге қазық еткен соң, жердің бір жағына айды, бір жағына күнді келіп орнатты. Күнді құдіретімен от қылып жақты, ал ай болса, оның нұрынан қарыз алып, жер бетіне әлсіз ғана сәуле шашатын болды. Сансыз жұлдыздарды кеңістікке тарыдай шашып жіберді де самсатып жағып қойды. Тек темірқазық жұлдызын ғана жылжымаста етіп ортасына қадады. Осылайша аспан әлемі жұлдыздармен зейнеттеліп, хикметке толып шыға келді. Төртінші тамшыдан бұлттар буланып шықты. Жаббар-хақ құдіретімен найзағай оты мен кемпір қосақ бояуларын бұлттың арасына жасырды. Қалың бұлт жердің бетін жауып тұрды. Сол кезде бір шетінен самал желді тұрғызды. Самал жел қалың бұлтты қайырып, жан жаққа будақ-будағымен айдай жөнелді. Бұлттар әлемі бір тәртіппен жылжу үшін төбесіне көк аспанды күмбез етіп кигізді. Осылайша көк аспан сәнделіп, әсем түрге бөленді. Бірақ жердің беті әлі де ұсқынсыз еді. Құдай тағала қауырсыннан аққан 5-ші тамшыдан жасыл желекті жаратып, жердің бетіне шашып жіберді. Сол мезетте жер беті ну орманға, қалың тоғайға, жасыл жазираға айналып шыға келді. Теңізге түскен шөптер балдырға айналды. 6-шы тамшыдан бір топ мақұлықты жаратып, алдымен суға жіберді. Олар теңіз бен мұхитта ғұмыр кешетін миллиондаған тіршілік иесіне айналып, жердің ажарын аша түсті. 7-ші тамшыға жан бітіріп, топыраққа тастады. Одан сан мыңдаған жан жануар мен есебі жоқ жәндіктер өсіп шықты. Жердің беті тынымсыз тіршіліктің қайнаған мекеніне айналды. 8-ші тамшыны алды да аспан астына шашты. Шашырай түскен тамшылар жер бетіне жетпестен қисапсыз құсқа айналып, өзіне ыңғайлы мекендерге ұша жөнелді. 9-ші тамшыдан Әубәкір, Омар, Оспан, Әлидің рухтары бөлініп шықты. 10-шы тамшыдан әуелден ақырға дейін дүниеге келетін барша адамның рухын жасап, оларға әртүрлі кескін келбет, тіл дарытты. Тауыстың көкірегінен аққан бір тамшы нұрдан ілім, білім, өнер, кәсіп жаратып, барша рухтың үстіне шашты. Сондықтан да барлық адамның бойына белгілі бір ғылым мен өнерге бейім тұратын қасиет дарыды. Дүние тіршілігін бастаған кез келген адам ерінбей еңбек етсе, осы әуелден Алладан дарыған дарынын жарыққа шығара алады екен. Тәңірісі: «Уа, менің құлдарымның рухы, сендердің барлығың Мұхаммед пайғамбардың нұрынан жаралдыңдар. Оның рухына қарап құрмет көрсетіңдер», деп бұйырды. Барлық жер бетіне келетін адам рухтары пайғамбардың рухына қарап тағзым етті. Сол кезде оның басын көргендер, даналықпен ел билеген сұлтандар, мүбәрактың жүзін көргендер, қазы би болып әділдікке қызмет етіп,
момындардың ақысын жегізбей, таразыны тең ұстайтындар. Пайғамбардың көзіне қарағандар абыз, қары, ғұлама болып, Құранды жүрекке тоқып, ел сыйлаған құрметті кісілер. Мұхамбет пайғамбардың қасына көзі түскендер ақылды, білімді адам болып, білім ғылымның нұрын шашатындар. Жүзін көргендерге даналық дарып, хакімдік мәртебені еленіп, сонымен бірге мың бір дерттің шипасын білетін, ауру сұрқауды емдеп, халықтың алғысын алатындар. Пайғамбардың екі ернін көзі шалғандар патшаға уәзір болып қызмет ететін, аузын көргендердің дүниеде істері сәтті берекелі болып, көңіліне қайғы қасірет келмейтіндер. Көз жасын байқағандардың ажар көркі асып, сұлу да сымбатты адам болып тіршілік кешіп, пайғамбардың құлағына назары түскендердің пешенесіне елші болып екі елді елдестірмек міндеті жазылатындар. Мүбәрәктің алқымына назар салғандар тахлил тасбих айтатын тақуалардың сапынан орын алатындар. Пайғамбардың екі қарына көзі түскен жандар ержүрек, батыр болып жаудан мерей асатындар. Кімде-кім оң алақанын көрсе ұстаға айналып, он саусағынан өнер тамған зергер болатындар. Сол алақанын көргендер таразы ұстап сауда ісін дөңгелетіп, екі қолына бірдей назар салғандар, қолы берекелі жомарт жандар ретінде халыққа танылатындар болып жазылды. Осылайша жерге түспей тұрып, Алланың қалауымен Мұхамбеттің рухын тамашалап, оның қасиетті денесін көрген рухтар дүниеде атақ лауазым, мәртебе, кәсіптерін еншіледі. Сол кезде аршы, күрсі, лаухы, қалам, 7 қат көк, 7 қат жер, тау, тас, ағаштар, сулар мен періштелер, 18 мың ғалам. Мұхамбеттің нұрын бізде жақыннан көрсек, нұрды бізге бер деп Тәңіріне арыз айтты. Құдай тағала, бұл нұр барша адамзатқа ортақ. Мейірім мен махаббатқа құмар болған барша мақлұқат бұл нұрға жақындай түседі, деді.